Тарсия ойынын әзірлеу үшін Google'дың іздеу жолағына Тарсия деп жазамыз. Сіздерге осындай ең бірінші шыққан Тарсия Market деген сілтеме шығады. Соны басамыз. Мінекей сіздерде Тарсияның шаблондары тұр. Бұл жерде әртүрлі формада жасауға болады. Ол сіздердің қойылатын сұрақтарыңыздың санына байланысты. Мен ең қарапайым үлгісін, яғни 9 сұрақтан тұратын шаблонды таңдадым. Бірінші бағанда біз сұрағымызды жазамыз. Екінші бағанға сол сұрақтың жауабын жазамыз. Мен соңғы сұрағымды енгізіп жатырмын, жауабын жаздым. Енді осының жоғары жаққа барамыз да. Мына жерде сохранитті басуға болады. Біз сохранитті басу арқылы сілтемені көшіріп аламыз. Экспорт в PDF дегенді басатын болсақ, ол бізде PDF форматта компьютерімізге жүктеледі, және осы жерден біз оны басып шығара аламыз. Көріп тұрсыздар, мінекей мына жерде қабырғаларында сұрақ және де келесі қабырғасында жауабы тұр. Яғни оқушылар оны мозаика сияқты құрастыруы қажет. Қандай формада әзірлесеңіздер, сондай формада сіздерге шығады. Яғни мен бұл PDF парақтың тек қана бірінші парағын басып шығарамын. Қалғандары үлгі ретінде ұсынылған, алайда бұл біздің форматқа сәйкес емес. Мына жердегі мынау белгіні басқан кезде орны өзгереді. Яғни орындарына ауыстырып берсеңіздер болады. Яғни әр жұпқа, топқа дәл осы сұрақтар тек қана басқа орында тұрады. Мұны көріп тұрсыздар, мына жерде дәл осы жасалған дүниені бірнеше үлгіде формада жасап ала аласыздар.